Су ғылыми еңбектерде түссіз, иіссіз, дәмсіз сұйықтық ретінде сипатталады. Бірақ халықтың жер суға қойған атауларында Ақсу, Сарысу, Алакөл, Қызылкөл, Бозкөл, Шұбаркөл, Қарасу, Көксу секілді алуан түр-түстердің кездесуі қалай? Су дәмсіз болса, оны ішкенде қалай сезінеміз? Иіссіз болса, су жағалауына барғанда кеңірсірігіміз ашылып, теңіздің, көлдің иісін қалай сеземіз? Қазақстанның жер су аттарын зерттеуші Қойшыбаев зерттеулеріне зер салайық. Қара сөзі әртүрлі өзен-көл атауларымен тіркесіп кездеседі. Мысалы, қара қамыс, қара сор, қара көл, қара кеңгір, қара тал, қара су, қара тұз, тағы басқа. Мұндағы қара сөзі бірнеше мәнге ие. Жер асты суларынан нәр алатын өзен атауы ұғымын білдіреді. Мысалы, қара су, қара құдық. Белгілі бір атаудың екінші бір атауымен салыстырғанда көлемінің үлкен екендігін білдіреді. Мысалы, қара өзек, қара көл. Кейбір өзен-көл атауының құрамында кездесетін қара сөзі ну, қалың ұғымында береді. Мысалы, қара қамыс, ал қара ертіс атауының құрамындағы қара сөзін ғалымдар жерасты суларынан нәр алатын өзен ұғымынан шығарады. Қызыл сөзі де өзен-көл атауларында көптеп кездеседі. Мысалы, қызыл көл, қызыл құдық, қызыл ағаш, тағы басқа. Жер су атаулары құрамында кездесетін қызыл мынандай мағыналарға ие: тар шатқал, түбі көрініп жатқан таяз су, жұқа, майда, жеңіл деген ұғымдарды білдіреді.